Hi everyone, this is Easy English. Welcome to my channel. In this lesson, we are going to talk about indefinite pronouns. We'll learn difference between some and any. Please don't forget to subscribe my channel and keep watching. We'll start. Сәлем баршаңызға. Бүгінгі тақырыпта белгісіздік есімдіктері some, anyға тоқталатын боламыз. Видеоның соңына дейін қарауларыңызды сұраймын, және де каналымызға жазылуды ұмытпаңыздар. Okay, we use some and any with countable and uncountable nouns. Some және де any белгісіздік есімдіктері зат есіммен бірге қолданылады, яғни саналатын және де саналмайтын зат есімдермен бірге қолданылады. Алдымен саналатын және де саналмайтын зат есімдерге тоқтала кететін болсақ, егер де зат есімнің соңына s көпше түрдегі жалғауын жалғай алсақ, ол саналатын зат есімге жатады. Мысал үшін, apple, apples. Алма, алмалар. Book, books. Sandwich, sandwiches. Carrot, carrots. Orange, oranges. Ал саналмайтын зат есімдерге біз s көпше түрдегі жалғауын жалғай алмаймыз. Мысал үшін, water, milk, rice, meat, sugar, tea. Okay, so let's start with some. We use some with countables and uncountables in affirmative sentences. Some белгісіздік есімдігі болымды сөйлемдерде зат есімнің жекеше және де көпше түрлерінің алдында келеді. Мысал үшін, some water, some apples. Зат есімнің көпше түрінің алдында келсе, яғни саналатын зат есімдермен бірге келсе, some бірнеше немесе кейбір деп аударылады. Мысал үшін, he showed me some pictures. Ол маған бірнеше суреттер көрсетті. There are some children in the park. Паркте бірнеше бала бар. There are some books on the desk. Партаның үстінде бірнеше кітап бар. Ал саналмайтын зат есімдермен келгенде, some сөзі аударылмайды. Мысал үшін, give me some water. Маған су берші. There is some milk in the fridge. Холодильниктің ішінде сүт бар. Яғни саналмайтын зат есімдерде some қазақ тілінде аударма жасалмайды. Және де осы some белгісіздік есімдігі біреуге ұсыныс жасаған кезде қолданылады. Мысал үшін, would you like some coffee? Кофе ішкіңіз келеді ме? Would you like some tea? Шай ішкіңіз келеді ме? Ал енді any белгісіздік есімдігіне тоқталатын болсақ, any әдетте болымсыз және де сұраулы сөйлемдерде кездеседі. Мысал үшін, I'm not going to buy any books. Мен кітап сатып алайын деп жатқан жоқпын. Көбінесе any болымды сөйлемдерде ешқандай деген мағынаға келеді. Яғни, I'm not going to buy any books. Мен ешқандай кітап сатып алайын деп жатқан жоқпын. There is not any milk in the fridge. Холодильниктің ішінде сүт жоқ, яғни ешқандай сүт жоқ деген мағынаны білдіреді. Тағы да бір-екі мысалға тоқталатын болсақ, they didn't make any mistakes. Олар қате жіберген жоқ. There are not any apples on the table. Үстелдің үстінде алмалар жоқ. Any сұраулы сөйлемдерде қолданылады. Are there any books on the table? Үстелдің үстінде кітаптар бар ма? Are there any eggs in the fridge? Холодильниктің ішінде жұмыртқалар бар ма? Any сұраулы сөйлемдерде аударылмайды. Ал енді an белгісіздік артикльдеріне тоқтала кетсек, we use an with countable in singular. Жекеше түрдегі саналатын зат есімдермен қолданылады. An, яғни белгісіздік артикльдері бұл бір деген мағынаны білдіреді. Мысал үшін, I have got an apple. Менде алма бар, яғни менде бір алма бар деген мағынаны білдіреді. There is a book in my bag. Сөмкемнің ішінде бір кітап бар. Артиклі дауыссыз әріптерден басталатын зат есімдермен келеді. Мысал үшін, a book, a pear, a pen, a bag. Ал an белгісіздік артиклі дауысты әріптерден басталатын зат есімдермен келеді. An apple, an egg,
an eagle. Ал енді мысалдар келтіре кететін болсақ, there is an apple on the table. Үстелдің үстінде бір алма бар. There are some apples on the table. Үстелдің үстінде бірнеше алмалар бар. Are there any apples on the table? Үстелдің үстінде алмалар бар ма? There are not any apples on the table. Үстелдің үстінде алмалар жоқ. There is a chair in the room. Бөлменің ішінде бір орындық бар. Are there any chairs in the room? Бөлменің ішінде орындықтар бар ма? Yes, there are some chairs in the room. Иә, бөлменің ішінде бірнеше орындықтар бар. No, there are not any chairs in the room. Жоқ, бөлменің ішінде орындықтар жоқ. We have got some chairs, but we haven't got any bread. Бізде біраз сыр бар, бірақ бізде нан жоқ. I didn't take any photographs, but my sister took some photographs. Мен суретке түсірген жоқпын, бірақ менің әпкем суретке түсірді. I have just made some coffee. Would you like some coffee? Мен қазір ғана кофе дайындадым. Кофе ішкіңіз келеді ме? Окей, достар, осымен сіздерге some, any белгісіздік есімдіктері және де an белгісіздік артикльдеріне арналған сабағымыз аяқталды. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Каналымызға жазылуды ұмытпаңыздар.